Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге бар болғаны осы домалақты жасау үшін кәдімгі баклажканың қақпағы керек болады. Бізге қажетті ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға шым-шым тұзымызды, қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Енді үстінен сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болдық. Енді осы массамызға алдын ала електен өткізілген разрыхлитель ұнымызды салып қамырын илейтін боламыз. Ұннан 15 граммдайын алып қаламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болды. Енді осы қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Енді сол жаңағы алып қалған ұнымызды қамырымыздың бір бөлігіне қосып, тағы да илейміз. Енді екінші бөлігін алып, какаомызды салып, бұны да илеп аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын болды. Енді оқтаудың көмегімен қамырымыздың бір бөлігінен бастап жайып аламыз. Осылай жайып алғаннан кейін баклажканың қақпағымен осылай қамырымызды кесеміз. Мінекей барлық қамырларымызды кесіп алдық. Енді какао қосылған қамырымызды да тура алдындағындай жайып, крышканың көмегімен кесіп аламыз. Мінекей біз барлық қамырларымызды кесіп алдық. Енді осыларды жинайтын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп, 4 ақ, 4 қара түстен осылай жинаймыз.
міне біз барлық печеньемізді жинап алдық. Енді осыны қызып тұрған 180 градус пеште 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньелеріміз пісті, дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.